Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Украина ұлтшылдарының көшбасшысы болған Степан Бандераны Украинаның православ шіркеуі әулиелер қатарына қосқаны жайлы ақпарат тарады. Желіде тараған жазбаға сенуге бола ма жоқ па, бірге тексерейік. Мына суретке назар аударыңыздаршы. Бұл желіде тараған жарлық сыңайлы суреттің бірі. Мәтін сипаттамасына Украин фашистік шіркеуі Бандераны әулиелер қатарына қосқаны айтылған. Бұған қоса, әулиелер қатарына қосу туралы шешімді епископтар кеңесі 20 маусымда қабылдағанмыз. Алайда, Украина православия шіркеуінің Киев метрополисі Бандераның канонизациясы мен оны растайтын құжаттың фейк екенін мәлімдеді. Бұған қоса шіркеу өкілі Reuters агенттігінің желде тараған ақпараттың мүлдем шындыққа жанаспайтынын әрі абсурд екенін айтты. Шіркеу өкілінің хабарынша, ПЦУ-дың соңғы епископтар кеңесі биыл 20 маусымда емес, 24 мамырда өткен. Сонымен қатар, ол Бандераның грек болғандықтан ПЦУ әулиелер қатарына қосылуы мүмкін емес екенін айтты. Қорытындылай келе, Reuters фактчекерлерінің дерегіне сәйкес, Бандераның канонизациясы туралы мәлімдеме шындыққа жанаспайды. Назарларыңызға рахмет. Желіде тараған жазбаға алданбай, әрдайым сыни оймен қарауды ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.